ютубқа сақтап жатырмын. Так, жоқ, басқа. Енді қараңыздар, мынау. Өрнегінің баяны қандай цифрмен аяқталады? Ортаналар көбейту деген сөз. 81 көбейту 82, 83 кете береді. Там 89. Бізге ең соңғы цифры табу керек. Ол үшін мына жерде неге мән береміз? Так, 84 бар, и мында 85 бар, иә? Так, арасында кете береді. Сол кезде мынаған мән береміз. Міне. 2 мен 5-тің көбейтіндісі неге тең? 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10, яғни 0. 10-ға тең. 0. Значит, соңғы цифр 0-мен аяқталады. Соны ұмытпаңыздар. Значит, бір 10 шықса болды уже, ол 0-мен аяқталады. Соңғысы. Ал кейде болып қалады, мысалға, қанша 0-мен аяқталады деген сияқты. Ол кезде неге мән бересіздер? Сондай тапсырма келеді, например, бірден, қанша? Бірден 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі деп тұрса, көбейтіндісі 2 мен 5 1 0-ді береді, 10-ның өзі 1 0-ді береді. Сонда бізде 2 0-мен аяқталады деп жазамыз. Мысалы, 2 0-мен аяқталады жауап. Түсінікті ме? Солай 0 болатын жағдайларды іздейсіздер. Там 15 болса, көбейтіп кете береді. 15-ке дейін десе, мына жерде 12 мен 15 де 1 0-ді береді. Көрдіңіздер ме? Онда 3 0-мен аяқталады дейсіздер. Түсінікті ме? Сонда 10, 20 өздері 1 0-дерді береді. Ал 2 мен 5 тағы 0 береді. Там 12 мен 15 дейтін болсақ, бұлар тағы 0 береді. Ал енді, мысалы, 30-ға дейін дейтін болсақ, мына сан көбейтіліп кете береді. Ол кезде мынаны ұмытпаңыздар. 4 пен 25 2 0-ді беретінін ұмытпаңыздар. 4 пен 25 100 шығады, ол кезде 2 0 болады. Значит, құрамында 2 0 бар. Там 2 менен 50-ге дейін, 100-ге дейін деп кетсе, 2 мен 50, сосын 4 пен тағы 75, сосын 100, міне, бұлар 2 0-ден береді, міне, 2 0-ден береді. Осыны ұмытпаңыздар. Ал 2 мен 15, 2 мен 5, 12 мен 15, там 22 мен тағы қандай? 25-ті айтып кеттім. Так, 32 мен 35, олар 1 0-ді береді. Мынаған ұмытпау керек. 2 0 беретінін. Осыған мән беріңіздер. А қазір мына жерде просто бізде немен аяқталады деп тұр. Яғни, бұл 82 мен 85-тің көбейтіндісі 0. Значит, 1 0 болса болды, ответі соңы 1 0-мен аяқталды. Ол міндетті түрде. Түсінікті ме? Осындай бір логикалық тапсырма. Мына жерде қателесіппін ғой мен. 85 деп жазып қойып, сонда 0-мен деп 0-мен аяқталды. 89-ға дейін. Главное, соған мән беру керек. Аттак 1, 2, 3 деп көбейтіп отыру мүмкін емес, только осылай шығаруға болатын тапсырма. Кеттік. Келесі. Мына есеп 15-ші есепте. Жақсы. Сәл бір күрделі тапсырмалардың бірі, қараңыздар. Әкесі мен баласы 2 ағаштың арағаштың қадамдап өлшеген кезде дейді. Бір уақыттан бастады екеуі. Әкесінікі 70 сантиметр, баласыныкі 56, кішірек одан, е. Үйстіп келеді де, мына бір жерге келгенде екеуі кездесті. Беттесті, екеуі де осы жерге келді, міне. Әкесі былай жүрді, баласы, мысалы, мен білмеймін, енді оны нақты қанша екен, қазір соны табамыз, міне. Мына жерге келгенде екеуінің қадамдар қайта сәйкес. Осылай дейді. Мына жерге келіп тағы сәйкес, мында осылай 10 рет сәйкес беттесті дейді. Біріншісін есептемеген кезде 10 рет беттесті дейді. Сонда арақашықтығы қанша болды? Енді оны қалай табамыз? Қай кезде беттеседі, қараңыздар. Әкесі 70, 70, 70, осылай жүріп келе жатырған кезде 280 шығады. Баласы 56, 56, 56, 56 и 5 рет, 56, 5 рет қоссақ 280 болады, міне. Значит, әкесі 4 шақ жүру керек. Мына жерде 3 болып қалды, мен қазір түзетіп, дұрыстап жазайын сіздерге түсінікті болу үшін. Әкесі 4 рет жүреді екен мына жағдайда. 1, 2, 3, 4. Баласы 5 рет жүреді екен. Сонда екеуі қайта кездеседі екен. Көрдіңіздер ме? 280.
Енді осылай дейді 280 сайын кездесіп тұрады. Значит, әрбір 280 сантиметр сайын екеуі кездеседі. 10 рет кездесіп, осы 280-ді 10-ға көбейтесіздер. Сонда 2800 сантиметр, ол метрге айналдырсақ, 100-ге бөлеміз ғой, сонда 28 метр болады ответ. Түсінікті ма мына есеп? Мына есеп несі түсінікті болды ма? Қараңыздар. Значит, сіздер ең бірінші екеуі қанша уақытта кездеседі, соны тауып аласыздар. Міне, осылай екеуін қосып отырып, енді бізде 5-ші класстар уже бұны ең кіші ортақ еселік дейді, өзінің формуласы бар, сонымен тауып алады. Енді сіздер осылай қосып отырып табасыздар, мысалға, оның басқа формуласы сіздерге лайықты жоқшы. Уже 5-ші класстан бастап бұны қосып отырмайды, сразу табатын формуласы бар. Значит, осылай 70-ті қосып, 56-ны қосамыз, екеуінде бірдей сан шығу керек. Міне, осылай қосып кете бересіздер. Сол кезде кездеседі деген сөз. Яғни әрбір 280 сантиметр сайын кездеседі дегенді білдіреді бұл. 10 рет десе 10-ға көбейтеміз, 5 рет десе 5-ке көбейтіп, общий арақашықтықты осылай табасыздар. Енді құрамда 6 цифры болмайтын қанша үш таңбалы сан бар дейді. Бұның екі жолы бар. Бірінші күрделі жолын көрсетейін, оңай жолын көрсетейін. Қараңыздар. Күрделі бір есептердің бірі осы болыпты. Кеше шығарған мұғалімдерде осын шығара алмадым деп жазып жіберіпті. Қараңыздар. Енді бұл жерде неге мән береміз? 3 таңбалы дейді. 3 таңбалы жа общий қанша цифр бар дедім мен. 3 таңбалы общий қанша цифр бар? Сан бар деген цифр дедім ғой, 3 таңбалы. 3 таңбалы 900 сан бар. Бағана не істедік қой? 999-дан 99-ға тастап едік қой. Бірінші ма, екінші ма, қай бір есепте? Сонда 900 болған ана кітаптың бетін дегенде. Значит, естеріңізде осы 3 таңбалы 900 сан бар. 2 таңбалы 90, 1 таңбалы 9 міне. Осыны ұмытпаңыздар. 900. Осы 900 санның ішінде 6-мен аяқталатыны қаншау? Бірінші соны тауып, мынадан алып тастасақ, бізге керек 6 жоқ. 6-мен аяқталамыз емес. Құрамында 6-сы бар деген. Мысалы, қандай? 106, 116, 600, 760 деген сияқты сандардың бәрін алып тастауымыз керек. Көрдіңіздер ма? Енді оны қалай табамыз? Ең бірінші 100 бенен 200-дің арасында қаншау? 200 емес, 199 деп алайын. Осының арасында қанша 6 бар? Қараңыздар. Міне 106, 16, 26, 36, 46, 56, 160-ға тиіспеймін, 66-ға. Сосын 76, 86, 96 деймін. Пока 9 бар. Плюс. Енді 160-тан бастасам, 169-ға дейін қанша? 10 сан шығады. 160, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 169. Общий 10 сан бар. Сонда 100-ден 199-ға дейін 19 сан бар екен. 6-сы бар құрамында. Түсінікті ма? Құрамында 6-сы бар. Осылай 200-ден 299-ға дейін де 19 сан шығады. Міне. Тура осылай 300-ден 399-ға дейін де 19 сан шығады. Кеттік 400-ден 499-ға дейін, 500-ден 599-ға дейін 19, мынау да 19. Ал енді 600-ге пока тиіспеймін. Көрдіңіздер ғой, 600-ге тиіспеймін. 700-ді айтайын. 700-ден 799-ға дейін 19 сан бар. 800-ден 819-ға дейін 19 сан бар. 900-ден 919-ға дейін 19 сан бар екен. 19. Ал 600-ден 699-ға дейін, қараңыздар, бәрінде 6 бар. 600-ді 601 деп кете береді, 699-ға дейін. 600-ден 699-ға дейін жалпы 100 сан бар. 100 сан бар, осыны ұмытпаңыздар. Яғни оны қалай алам? 600-дің алдында 599 деген сан бар, Значит, 699-дан 599-ды алып тастасам, 100 сан шығады. 100 сан бар мына жерде. Енді мына 19-дан қанша шықты? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19-ды 8-ге көбейтем. 19-ды 8-ге көбейтем. Қанша шығады? 78. 152 бола ма? Сосын ана 100-ді әкеп қосамын.
600-дегі 252. Енді бағана общий қанша? 900-ден 252-ні алып тастаймын. Алып тастаймыз. 8, 4, 6 ма? 648 648. Аха. 6-сы кездеспейтін 3 таңбалы 648 сан бар екен. Түсінікті ма? Енді оңай түрін көрсетемін. Қараңыздар. Жалпы бізде цифр 0-ден басталса 0, 1, 2, 3 деп кете береді. 9-ға дейін 10 цифрымыз бар. Е? 10 цифр. Бағана айттым, бұл 3 таңбалы. 8, 4, 0, 2-ден 3 таңбалы қанша сан құрастырамыз дедім ғой. Тура соғанда бұны салуға болады, қараңыздар. Міне. Енді мына жерде общий 10 цифры бар. Енді бұл 10 цифрдың ішінде қараңыздар, біз мына бірінші орынға нені ала алмаймыз? 0-ды ала алмаймыз, және 6-ны ала алмаймыз. 6 вообще кірмейді мына жерде. 4, 5 дейміз, сосын 7, 8 дейміз. Сонда 9 цифр болады. Бізге 6 керек емес қой, құрамында 6-сы болмау керек. Көрдіңіздер ма? Сонда общий 9 цифр. Аха. 9 цифрдың 0-ы бірінші орынға қойылмайды, 8-ді аламыз. Себеп мына жерде сандар қайталана береді. Там 997, 999 сандар қайталана береді. Значит, мында 8 болады, қалған орындарға 9-ды алынады. Барлық 9 цифр қолданыла береді. Қайталанбайды десе, онда мына жерде 9 болмайды. Бізде қазір цифрлар қайталана бергендіктен 9-ды аламыз. Тек мына жақта ғана 8, себеп 0 кірмейді. Осы 3 санды көбейтейік. 9-ға өтсем 81, 81-ді 8-ге көбейтем. 648 сан шықты міне. Значит, осы цифрлар пайдаланып 648 сан құрастыра алады екенмін. Түсінікті ма? Комбинаторикаға салсаңыздар, міне осылай оп-оңай шығады. Бірақ мынау ашып жазып көрсеткенім мағынасын түсіндіру үшін сіздерге. Так, енді банктік күту залында орташа жасы 23-ге тең 32 адам бар. Енді бұны қалай түсінеміз, қараңыздар. Орташа жасы 23-ге тең 32 адам бар. Значит, 32 адам, біреу 19-да, біреу 20-да, біреу 25, біреу 23, біреу 27 болуы мүмкін. Сондай 32 адам отыр. Бірақ орташа жасы 25. 23. Орташа жасты қалай табады? Орташа жас, сол 32 адамның барлығының жасын қосады. Так, орташасы дегеніміз. Так, барлық жасты қосады. Барлық адамның жасын қосылады. Соны қосылады. Бөлеміз адамның санына. Адамның санына. 32 адамның жасын қосып, 32-ге бөлген кезде 23 шықты деген сөз. Түсінікті ғой? Енді бізде сол жерден бір адам шығып кетті, 31 адам қалды. Болды 32 адам, қалды 31 адам. Біреу шығып кетті, Сол кезде орта жас 22 болды. Мында 23 еді, мына жерден 22 болып қалды. Сонда шығып кеткен адамның жасы қанша? Енді қалай табамыз? Қараңыздар. Значит, барлық адам жасын, мына екеуін көбейткеннен барлық адам жасын қосындысы шығады. 32-ні 23-ге көбейтеміз. Так, 32-ні 23-ге көбейтеміз. 6, 9, 4, 9, 736 ма? 736. Барлық 23 адамның жасын қосқанда 736 екен. Ал мына жерде 22 орташа жас 31 адамдікі. Бұны көбейтеміз. Так, 31-ді 22-ге көбейтеміз. 62, 62, 682 ма? 682. Значит, мынау айырмашылық шығып кеткен адамның жасы. Мынадан алып тастасаңыздар, шығып кеткен адам жасы шығады. 736-дан 682-ні алып тастасаңыздар. 4, 54. 54. Шығып кеткен адам жасы 54-те. Түсінікті ма? Түсінікті апай. 32 барлық адамның отырған адам 32 адам. Барлығын жасын табу үшін 23 ба орта жас, соны көбейтсек, барлық 32 адам жасын қосындысын таптық деген сөз. Мына 736. Мынау 31 адамның жасын қосындысы. Сонда разницасы, айырмашылығы ол жас шығып кеткен адамның жасы болады. Енді мына жерде 8
35-тен 20-55-ке дейін, енді бұл 8-ден кешкі 8-ге дейін 12 сағат бар. 35-тен 55 болса 20 минут оңай. Минутқа айналдыра саламыз. 740 минут бола ма? 12-ні 60-қа көбейтіп, 20-ны қосасыздар, Бұл түсінікті. Мына жақты өшіре салайын. Кеттік, келесі мына бір 740. мына бір есепті қарайық. Бұл енді мына жерде сәл күрделендіріп берген, бас пен аяқтың несіне сала салайық десек, оңай тәсіліне сәл күрделеніп тұр. Себеп қараңыздар. Кәдімгі қоян мутант қоян дейді. Мутант қоян қанша аяғы болса, сонша құлағы бар. Аяғы мен құлағы тең мутанттың. Ал мынада 4 аяқ, 2 құлақ болады. Кәдімгі қоянда, мына екеуінікі тең. Енді барлығы 20 дейді. Барлығы 20. Олардың общий құлағы 76 құлақ, 92 аяқ. Енді қараңыздар, егер құлақ пен аяғы тең болса, бұл жерде мысалға 10 аяқ болса 10 құлақ, 20 аяқ болса 20 құлақ деген сияқты, бірақ мына жерде бізде айырмашылық бар аяқ пен құлақта. Ол айырмашылық нені білдіреді? Кәдімгі недегі айырмашылықты білдіреді. Деп кәдімгі қоянда аяқ пен құлағында айырмашылығы бар. Көрдіңіздер ғой? 2 қоян болса 8 аяқ болады. 8 бола ма? 3 қоян болса 12 аяқ болады. Айырмашылық құлақ пен аяқта болады. Көрдіңіздер ма? Значит, мынадағы айырмашылық ол мына ненікі, кәдімгі қояндық екен. Сол айырмашылық тауып алайық. 92-ден 76-ны алып тастаймыз. 16. 16 аяқ айырмашылығы бар. Енді қараңыздар. Бұл жерде нені білдіреді? 2 құлақ, 4 аяқ, 2-2-ден уже біз белгілі. Енді қалған 2-2 аяқтан бөлеміз. Сонда 8, мынау не нәрсе еді? Кәдімгі қояндықы. Мысалға, мына жерде 2 мен 2 теңесіп тұрды. 4-тен 2-ні алып тастаймын ғой. Артығы қанша? Құлақ пен аяқтың айырмашылығы. 2 аяғы артық болып тұр. Сол үшін сол 2-ге бөлем. Көрдіңіздер ма? Сонда 8 кәдімгі қоян екен. Общий 20-дан 8 алып тастасақ 12 мутант қоян шығады. Мутант қоян. Енді олардың аяқ несін тауып алуымыз керек. Енді қараңыздар, 76, 8-інде құлақ, 8-інде 2 құлақтан 16 құлақ болады. 76-дан 16-ны алып тастасам 60 шығады. Ол 12 мутант. Значит, 12-ге бөлем. Әр қайсында 5 құлақ. Кеттік, келесі 92. Так, мынау 8. 8-де 4 аяқтан болады 32. 92-ден 32-ні алып тастасам, тоже 60. 12 мутантқа бөлсем, 5 аяқ бұл есептеп отқанымыз. Сонда міне 5 аяқ, 5 құлақ тең екен. Көрдіңіздер ма? Қанша аяқ болса, сонша құлақтан деді. Значит, 5 аяқ, 5 құлақтан 12 мутант қоян бар екен. Бізде сонда қоянның қанша аяғы бар дейді? Мутант қоянның 5 аяғы бар деп жауап беруіміз керек екен. Соны береді міне. Ұмытпаңыздар, мына айырмашылық мынадан шығып тұрған айырмашылық. Мына екеуі тең, айырмашылық жоқ. Мына жерде айырмашылық бар. Сол мына құлақ пен аяқтың айырмашылығы кәдімгі қояндікі осы жерден байқалады. Ал егер мына жерде мутант емес, жаңағыдай бізге белгілі аяқ саны тең тауық берілсе, ол кезде уже бұнымен салмаймыз. Сурет салу немесе жорамалдауға бірден салып кетеміз. Мына жерде мынанікі белгісіз ғой, главное тең екеу. Бірақ қаншадан екені белгісіз. Сол үшін осы жолмен шығарамыз. Кеттік, енді соңғы тапсырма. Мына жерде енді орнына қойып көресіздер мүмкін варианттарды. Так, қосқан кезде шығып тұр дейді. Мысалға, 5 бола алмайды. 5-ке 5 қоссақ 0 шығады. Мына жерде 0-ден басталмау керек, например, Енді келесі тағы не айтамыз? 5 болмайды аның орнына.
1 мен 1 2 дейтін болсақ, например, мына жақта 2 болады да, оған қандай санды қоссақ та, уже 1, мына жақта қайта уже қиындау болады, иә. Сразу мысалға жаңағы жауабын не істейін? Там қанша? 7, 7, 7-ге 7, 14. 14. Значит, 4 К-ның орнына 4 қоямын, мында 4 қоямын, мында 7 қоямын, мында 4 қоямын. Мында, К-ның орнына 4 қоямыз, аха. аха, мында 7 қоямын, мында 4 қоямын. Ал енді соған сәйкестіреміз. 7, 7, 14, бір ойда. 14 бір ойда. 5, мына 7 жоқ үшін, значит 2 жетпейді деп тұр. 7 шықты. Мына 14, ойдағы бірмен, мында 5 болды. Мына бір вариант осы. Так, 6 қойсам шыға ма екен, көрейік. 6, 6, 12 болады, иә. Значит, мында 2 қоям, мында 6, мында 2 деп. Осылай бар нелер толтырып аласыздар. Мында 6 қоям, мында 2 қоям, мында 6 қоям, иә. Ал енді тексеріп көрейік. 12, бір ойда. Мынау 3, мында 3 болу керек деген сөз. Былай келді. Енді мына жерде 12, бір ойда 3. Бірақ мына екеуі тең емес, көрдіңіздер ма? Бізде С мен М ғой, тең емес. Бұл болмайды. Егер мына жерде екеуі де С или екеуі де М болса, мына жауап болар еді. Қазір бізге бұл болмай тұр. Енді бірінші жауап 8-ді қойып көрейік. 8, 8, 16, значит 6, 6. Ойбай, мынау 6 емес, бұны табуымыз керек. 8, 6. Мына жерде 8. Мына жерде де қандай сан? А ма? 8, 6, иә? Енді тауып алайық. Қазір бір артық нені өшіріп тастайық. Мешать етеді. Мынаны табуымыз керек, наоборот. Алып кеттік. 16, бір ойда ма? 16. Аха. 7, значит 1 болады. Мына 16, бір ойда 7. Міне, мына екеуі екі түрлі сан. Мынау да болады екен. Мен 9-ды қойып көрейін. 18, значит, мына жақ 8, 9, 8. И мына жерде қандай белгісіз. Мына жерде 9. Уже мына жерден қарасаңыздар, мынау 18, мынаған 1 түседі, мынау 9 болып қалады. Бірақ мыналар тең емес, көрдіңіздер ғой мына. М мен А тең емес. Уже бұл автомат түрде жарамайды. Сонда мына 2 жауап болады деген. Мәме, сабақты сақтадың ба, сақтамадың ба? Сақтаватсыз, апай. Запись жазып жатсың. Жазып жатырмын ба? Есіме түсіп кетті, пауза деп болды. Все, болды, сақтасам болды. Все, бұл болды. Алтын тұғырдағы мен өткенде жіберген 20 есеп. Түсінікті деп ойлаймын, сұрақ болса, сұрап Түсінікті, апай, рахмет. Көп. Енді мына бір нені қарастырайық. Жаңа шарға байланысты деді өткенде. Шар. Мына бір есептерді көрейік, уақытымыз бар. Шарға байланысты. Қараңыздар. Бұндай тапсырмаларды қалай орындаймыз? Жаңа біреуін көрсеттім, шарды. Бірақ всегда олай болады деп айтпадым, е. Енді мына жағдайда басқаша. Мысалға, тапсырма көрініп тұр ма жәшікте? Или үлкейтейін. Бетін үлкейтейін. Бір беттен, е. Жәшікте бір кішкентай, 3 орташа, 4 үлкен тетік бар. Арасында міндетті түрде 2 түрлі дейді. Әр түрлі 2 не болу керек. Ол кішкентай орташа болу мүмкін, орташа үлкен, или кішкентай үлкен. Главное, әр түрлі болу керек, екеу. Түсінікті ғой? Бұл жағдайда қалай аламыз, қараңыздар. Енді ең үлкені қанша? 4-еу бізде. Ең үлкен 4-еу. Алған неміз 4 үлкен болу мүмкін. Одан кейін тағы біреуін алсақ, ол не орташа болады, не кішкентай болады. Сонда 5 шар алсақ, обязательно 2 түрлі ішінде шар шығады. Түсінікті ма? Үлкенін аласыздар, сосын тағы біреуін қосамыз. Сонда бізде 5 шар алсақ, міндетті түрде бір орташа, бір кішкентай болу мүмкін, немесе бір үлкен, бір орташа болу мүмкін. Әйтеуір 2 түрлі шар шығады осы вариантта. Көрдіңіздер ме? Жаңағы сияқты емес бұл. Енді мына жерде жаңа біз бәрін алдық. Мысалы, сары шар болды ғой жаңа.
сары шар кезде сарыдан басқасын бәрін алдық, сосын сарыдан әкеп қостық. А мына жерде нақты айтпаған түрі қайсы екені. Сол үшін үлкенін аламыз. Себебі мысалы мен қазір 3-ті алатын болсам, 3 қосу 1 4 десем, ол 4 сегізде 2 әртүрлі шар табылады деп айта алмаймын. Себебі төртеуі де үлкен болып кетуі мүмкін, көрдіңіздер ма? Алған төртеуімнің обязательно үшеу үлкен болады да, біреуі кіші, орташа болады деп айта алмаймын. Немесе үшеуі мына орташа, мынау үлкен не кіші деп айта алмаймын. Көрдіңіздер ма? 4 деген жауап қате. 5 шар десем, нақты ішінде 2 әртүрлі шар шығады міне. Мына жерде 2 қызыл, 4 көк. Бір көк болу үшін, значит, бұл жерде нақты айтылып тұр. Көк шар болу үшін дейді. Значит, көктен басқа қызылды аламын, плюс тағы бір көкті алам, 3 шар алсам, обязательно бір көк шығады ішінен. Екеуі қызыл болады, үшіншісі амал жоқ, уже көк, басқа шар жоқ. Көрдіңіздер ма? Осыған мән бересіздер. Кейде нақты түрі беріледі, кейде берілмейді. Сол кезде әртүрлі болады міне. 2 шоколадты кәмпит, 3 карамельді, 4 ирис арасында әртүрлі 2 кәмпит болу керек. Нақты түрі айтылмаған. Бұнда уже үлкенін алам, 4-ті аламын. Так. И әртүрлі 2 кәмпит болу керек. Анандайдан или мынандайдан деген сияқты. Сосын тағы 1-ді алам міне. 5 кәмпит алсам, обязательно ішінде 2 түрлі шығады. Жаңағы карамель мен ирис или шоколад пен карамель деген сияқты. Кеттік. Наш есептің берілген түспей қапты. Мынандай шар бар деп не қылып тұрған еді. Не дейді? Қорапта неше қарамастан 2 қара шар шығатындайын. 2 нақты қара шар. Значит, басқа шарларды қосамыз. Там мысалға 5 ақ деп алайын. Ответ менен сәйкес келмей қалуы мүмкін. 3 көк, сосын 7 қара. Так, сосын 2 қызыл деп алайық, например, Енді ішінде міндетті түрде қара дейтін болса, қарадан басқасын қосам уже. 5-ті, 3-ті, 2-ні. Плюс 2 қара шар болса, 2-сін қосам. Бағана 1 сары еді, 1 қостым. Қазір нақты 2 дейді. Енді осының қосындысын табам. 10-12 шар алсам, обязательно ішінде 2 қара шар шығады мына. Осылай шығарамыз. Мына жерде етпен 20, картоппен 10, тосаппен 15. Міндетті түрде тосаппен жасалған дейді. Значит, тосаптан басқасын қосамын, 20 мен 10-ды, плюс тосаптан біреу, 1 бәліш. Сонда 31-ін алсам, обязательно 1 тосаппен шығады ішінде. Мына жерде ең кемде неше қарындаш алып, олардың ішінде бірдей түсті 3 қарындаш. Міне. Бірдей түсті 3 қарындаш. Бұл мүлдем басқаша. Бағанағы сияқты әртүрлі, әйтеуір анадан біреу, мынадан біреу деп тұрған жоқ. Қарасаңыздар, бірдей түсті 3. Ол 3 ақ болуы мүмкін, 3 қара болуы мүмкін, 3 көк болуы мүмкін. Міндетті түрде 3 жаңағы не болу керек дейді. Ол үшін қалай аласыздар? Так, мына жерде қараңыздар. Міндетті түрде 3 болса, 3-тен кемін 2 ақ болып қалуы мүмкін. 2 қара болып қалуы мүмкін. 2 көк. Сосын обязательно келесі біреуін алсам, ол 3 түрлі міндетті түрде 3 бірдей түс шығады. Мысалға, мынау 2 ақ дейін, 2 қара, 2 көк дейін. Мына үшіншісі или ақ болуы мүмкін, или қара болуы мүмкін, или көк болуы мүмкін. Сонда обязательно мына екеуге біреу қосылады, 3 міндетті түрде бірдей түс шығады. 7 шар алу керек, ең кемінде. Бұл осыған берілген тапсырма, соған мән бересіздер. Мына жерде бір түсті 4 шар дейді. Значит, ол кезде әрқайсынан 3-3-тен аламыз. 3 көк, 3 қызыл, 3 қара, 3 ақ. И тағы біреуін алам, ол ақ, көк, қызыл, қара мүмкін, маңызды емес. Сол кезде міндетті түрде, так, мынаны қоссам, 13 шар бізде не болады? 4 міндетті түрде бір түстен болады. Так, мына жағдайда 12 шар жатыр. 6-ау қызыл, 3-еуі мынандай, қарамай, кем дегенде бірдей 3 түрлі түсті. Енді 3 деп тұр, қарасаңыздар, 3-тен кемінің бәрін аламыз. Так, мына 1, 2 алынады. Мынадан енді жаңағыда 2 алам, мына 6-дан 2 алам. И плюс, мынан балым даусың баш, мынау көк түсіндіріп қойын.
мынау көк шар, мынау қара шар, мынау Қара ақ шар. шар, мынау қызыл шар. Енді келесі алған шарым ол или ақ, или қызыл болуы мүмкін. Мыналар уже алынбайды, көрдіңіздер ме? Қара мен көк. Или қара болуы мүмкін, или қызыл. Сол кезде міндетті түрде үш бірдей түстен шығады. Осыларды қосам енді. 8 шар болады. Енді қорапта мынандай шарлар бар. Сарыдан екеу болсын, міндетті түрде дейді. Міндетті түрде сарыдан екеу болса не істеймін? Сарыдан басқасын бәрін қосам. 10, 8, 2 сары. Так, 30 шар алуым керек. Келесі қарадан 6 болу керек. Қарадан басқасын қосам, қараңыздар. 10, 8, 4, қарадан 6 қосам. Қанша десе соншасын қосам. 10, 28 алуым керек міне. Әрқайсының ответі. Енді бірдей 3 түсті дейді. Значит, 2 ақ, 2 қара, 2 жасыл, 2 сары, последний біреуі 3 түсті деп тұр себебі. Сонда 9 шар. Бірдей 7 түсті десе 7-ден азын түгел алам, 4-ті алам. Қалғандар 7-ден көп. Значит, басқаларынан 6-дан аламын. Қалған 3 шардан 6-дан. И біреуі жай 7-ші шарым болады. Сонда 18, 22, 23 міне. Әрқайсының ответ. Көрдіңіздер ме? Қандай тапсырма берілсе, соған байланысты осылай шығарасыздар. Бәрі бірдей шығады деген не емес. Вариант жоқшы, бәрінде бірдей. Есептің мағынасына қарай көресіздер. Жарайды. Аға, түсінікті болды ма? Так, келесі аптаға енді бұйыртса сәл күрделірек тағы есеп қосам. И сосын қандай тапсырмалар түсінбей жатырсыздар, чатқа жазып қойыңыздар. Мысалы, нақты мынандай тапсырманы мен түсінбей жатырмын десеңіздер, онда қосақ. Так, сосын өткенде бір апай бір есеп жіберіп еді чатқа. Андай не деген? Қазір әкесі, баласы деген. Так, сол кісі есеп жіберді и шарды сұрадыңыздар. Болды, басқа сұраған жоқ. Келесіге жазып қойыңыздар. Осындай тапсырма или осы тақырыпта десеңіздер, сол тақырыптың төңірегінде. Міне. Мирас, Саматтан сен нешедесің дегенде ол былай жауап берді. Әкемнің жасы қазіргі анам жасындай болғанда мен 1-де боламын. Анам жасы әкем жасындай болса 9-да боламын. Самат неше жаста? Ал қараңыздар, осыны қарастырып жіберейік. Сонымен уақытта бітеді. Желательно есепті алдын ала жазсаңыздар. Енді келесі апта, наверное, бұйыртса четверг болатын шығар сабағым. Или среда, или четверг күні. Так, пятница уже мен болмаймды. Сол үшін четверг или среда жасаймыз. Ал қараңыздар. Әкесі бар, анасы бар и баласы бар. Егер дейді, әкесі анасының жасындай болса, ол кезде баласы 1-де болады. Ал анасы әкесінің жасындай болғанда бала 9-да болады дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда бала қаншада қазіргі уақытта? Значит, екеуінің арасындағы разница 8 жас. Енді осы 8 теңде 2-ге бөлесіздер, 4 шығады. Сонда 4 жыл бұрын, 4 жыл Көрінбей жатыр апай. Сіздерге көрінбей тұр ма тақта? Иә. Көрініп тұр, Жоқ, подготовка к работе деп тұр деп. Білмеймін, менде ашылды. Басқаларыңызда ашылып тұр ма? Ашылып тұр абай, тақта. 4 жыл бұрын 1-де, 4 жылдан кейін 9-да баланың жасы. Сонда қазір қаншада? Қазір 5-де деген сөз міне. Қазір 5-де сонда. Осыған берілген тапсырма. Қазір 5-де. Yani 4 жыл бұрын 1-де, 4 жылдан кейін 9-да. Ол қазір 5-де. Көрдіңіздер ме? Осындай тапсырма. Yani мына жердегі айырмашылықты табу керек. Осылай табасыздар. Осы есепті өткенде бір апай чатқа салды ғой. Так, осындай сұрақтар болса, Ағын апай, осыны скриншоттап, мен салып едім, скриншоттап неге саласыз ба чатқа? Осы түсіндірмеңізді. Менде ашылмайды. Видеосын жіберем ғой, сол жерден көріп аласыз, асықпай. Жақсы, рахмет. Осылай тапсырмалар түсініксіз болып жатса, чатқа жіберіп қойыңыздар, хорошо? Соған қарап, мен сондай тапсырмалар тағы қосуға тырысамын. Так, сұрақтарыңыз бар ма? 2 сабақтың да рахмет сізге көп. Аха,
Болды онда. Бұйыртса Рахмет, апай, үлкен. Алтын тұғырға баратын әріптестерге сәттілік, жақсылап дайындалыңыздар. Аха. Сіздерден ең Рахмет, бастысы апай. жаңалық күтемін, чтоб орын алып облысқа кеттім деген сияқты нәтижелерді. Сау болыңыздар онда. Жақсы, сау болыңыз, апай. Рахмет. Рахмет Сау сізге болыңыз, көп апай. көп.